Күн шуақты болып, құстар әдемі ән салып тұрды. Тор тәтті ұйқысынан оянды. Ол өзінің сүйікті Майнкрафт әлемінде еді. Бірақ бір нәрсе дұрыс емес сияқты еді. Ол өзінің мықты балтасын таба алмады. Тор қатты уайымдады. Балтасыз ол қалай ағаш кесіп үй салады. Тор бірден балтасын іздеуге кірісті. Ол үйдің айналасын, бақшаны, тіпті қойлардың жанына дейін қарады. Бірақ балта еш жерде көрінбеді. Тор балтасын қатты жақсы көретін. Ол әрқашан оны өзімен бірге алып жүретін. Балта оған көптеген қиындықтарды жеңуге көмектесті. Тор балтасыз ұзақ тұра алмайтынын түсінді. Ол балтаны табу үшін үйінен шығып, саяхатқа аттанды. Оның жүрегі қатты соғып, көңіл күйі түсіңкі болды. Бірақ Тор балтасын табатынына сенімді еді. Ол ешқашан үмітін үзбеу керектігін білетін. Тор ауылдан шығып, кең жазық далаға бет алды. Ол алыстан биік тауларды көрді. Мүмкін тау басынан айналаны жақсы көруге болады деп ойлады. Тор тауға қарай жүріп кетті. Жол ауыр болды. Тор өзендерден өтіп, жартастарға өрмелеп, ормандарды аралап жүрді. Бірақ ол балтасын табу үшін ештеңеден тайынбады. Күн батып, ай туғанда Тор әлі жолда болатын. Ол ағаштардың астында от жағып, тамақ ішіп демалды. Түнде Тор түсінде балтасын көрді. Ол жарқырап, Торды шақырғандай болды. Тор оянып, балтасын табатынына деген сенімі арта түсті. Ол күндізгі уақытта тауға жетіп, айналаны шолып шығуды шешті. Таң атқанда Тор тау басына жетті. Ол айналасына қарап, таң қалды. Алыстан кішкентай ауыл көрінді. Ауыл үйлермен және бақшалармен әдемі безендірілген еді. Тор ауылға барып, көмек сұрауды шешті. Ауыл тұрғындары Торды жылы шыраймен қарсы алды. Олар оған тамақ пен сусын беріп демалуға мүмкіндік берді. Тор оларға балтасын жоғалтып алғанын айтты. Ауыл тұрғындары Торға көмектесуге уәде берді. Бір қарт ауыл тұрғыны Торға жақындап келіп, кеше түнде біздің ауылға зомбилер шабуыл жасады деді. Олар біздің кейбір заттарымызды ұрлап кетті. Мүмкін олар сіздің балтаңызды да алып кеткен шығар. Тор қарттың сөзін естіп, қатты ашуланды. Ол зомбилерді тауып, балтасын қайтарып алуға бел буды. Қарт ауыл тұрғыны Торға зомбилердің жақын маңдағы қараңғы ормандағы зынданда тұратынын айтты. Тор балтасыз зомбилермен күресу қауіпті екенін білді, бірақ ол балтасын қайтарып алуға бел буды. Ауыл тұрғындары Торға қылыш пен сауыт берді. Тор қараңғы орманға кірді. Ағаштар биік және тығыз болатын, сондықтан күн сәулесі жерге жетпейтін. Орман Торға қауіпті және зловещий болып көрінді. Ол әрбір дыбысқа үрейленіп тыңдап, айналасына мұқият қарап жүрді. Тор орманда біраз уақыт жүргеннен кейін, алыстан қараңғы және зловещий көрінетін үлкен құрылымды байқады. Ол зындан екеніне күмәнданбады. Тор зынданға жақындаған сайын, ауада шірік иіс пайда болды және зомбилердің күңгірт дауыстары естіле бастады. Тор зынданға кіріп, зомбилермен шайқасуға дайындалды. Зынданның іші қараңғы және лас болатын. Жерде сүйектер мен шіріген ет шашылып жатты. Зомбилер Торды көріп, оған қарай асықты. Тор қылышын сермеп, зомбилерге шабуыл жасады. Ол бірнеше зомбиді өлтірді, бірақ одан да көп зомбилер пайда бола берді. Тор зынданның тереңіне қарай жылжып, зомбилермен шайқасты. Кенеттен Тор үлкен залға кірді. Залдың ортасында үлкен және қорқынышты зомби тұрды. Оның көзі қызыл болып жарқырап, қолында үлкен темір таяқ ұстап тұрды. Бұл зомби бастығы еді.